Adam's Question. Bugün sonunda adam balasına verilmegen жаңалық тыңдан ашылып отыр. Қола кілт деп есептеймін. Bir ғана сөздің 5 түрлі дыбысталатынына маған ғажап болып көрінді. Соны шешуін ешкім шеше алмапты. 22 жыл дегенде шешілді. Дыбыстың? Әр дыбыстың шыққан тегін де білдім, арғы тегін де білдім, түпкі тегін де білдім. Сон дүниесіне 4-ақ дауыссыз дыбыс, 3-ақ дауысты дыбыс бар екенін білдім. Дүние біле ма бұны? Бұны білмейді қазір, ешкім білмейді. Тек біздің қазгөден басқа біріншіден математика болу керек, екіншіден теолог болу керек, үшіншіден көне түркі жағдай ескеріштерінің бәрін білу керек. Төртіншіден лингвист болу керек, бесіншіден логика ғылымын жақсы меңгеру керек. Сол сияқты археология, тарих барлығы да бұған қатысады. Жер бетінде мысалға 15 миллиард адам болса, 15 миллиарды да бір-ақ тілде сөйлеген. Нұх пайғамбардың кезінде сөйленген тіл қазіргі дүниежүзі адамзат баласының тілінде бәрібір базалық лексика ретінде сақталып қалды. Міне осыны тексеретін ғылым силабология деп аталады. Силабология дүниеге келу үшін бұған бүкіл дүниежүзі ғалымдары атсалысу керек. Күміс кілтіміз қайда? Күміс кілті ол бүкіл дүниежүзінің ғалымдары осын түгелдей меңгеру керек. Ал енді осы алғы топ бір тілден шықты деуге ешкімнің батылы бармайды. Мен осының екі бірдей әдісін түгелдей ашып отырмын ғой. Ол екі бірдей әдісті ешкім әлі ашқан жоқ. Бірінші математикалық логикалық әдіс деп аталады. Екіншісі түбіртектерді айырып ажыратып талдау әдісі деп аталады. Алтын кілтті Нұх пайғамбардың тілін қалпына келтірсе, алтын кілт болып шығады. Adam's Question. Армысыздар ағайын, эфирде Ақ студия және мен Айгүл Мырзаханқызы. Ақ студияның бүгінгі қадірлі қонағы қазақ лингвистикасының ірі тұлғасы, әлемдік деңгейде жаңалық аша білген үлкен ғалымымыз, филология ғылымдарының докторы, Қазақтың ұлттық Әл-Фараби атындағы университетінің профессоры, Қызылорда облысы Қармақшы ауданының құрметті азаматы, Халықаралық түрік академиясының Томсон атындағы медалінің иегері Берікбай Сағындықұлы. Берікбай аға, бұған дейінгі әңгімеңіздің желісінде сіздің қайдан шыққандығыңыз, ата тегіңіз, әулиелі ұрпақтың ұрпағы екендігіңіз, одан қалса кәдімгі үлкен киелі аса таяқтың мұрагері екендігіңізді айтып өттік. Оны бір халық біледі, бір халық білмейді. Бірақ бізге берген тәрбиеңізде сіздің сондай бір ұлағатты сөзіңіз бар еді. Білім, ілім, ғылым деп бөліп, осы 3 ұғымды, соның ішінде ілім қонған деген бір ұғымды жеткізіп едіңіз бізге. Әрине, білімді болғысы келген азаматтар оқып білімді болады. Білімін тереңдетсе ғалым бола алады. Бірақ соның ішінде тағы да бір әңгімеңізде айтқансыз, ләдуни болып ілім қонады, оқып ілім қонады деген сияқты. Сіз сол ілім қонған ғалымдардың ішінде қайсысына жатасыз? Мен жас кезімде өте жақсы оқыдым, көзге түсіп, ең алдыңғы қатарда бірінші орын алып отырдым. Сондықтан да бұл балаға ілім қонған, ғылым қонған деп айтатын тұғын. Үлкен кісілер, жасы келген. Бірақ о сөзді түсінбейтін тұғымыз, не деген сөз деп. Шында ілім қонса қонуы мүмкін деп есептеймін. Өйткені мен ашқан жаңалық бұл Құдайдың құдіреті, тіпті бұрын соңды адам баласына берілмеген жаңалық
тыңнан ашылып отыр. Мен түбіртек теориясы туралы айтқым келіп отыр. Сөзіңіз аузыңызда. Иә. Ол мынау оқулықтың ішінде бар. Ішіндегі бар дүние. Сіз бұл оқулықты қазаққа берілген қола кілт. Қола кілт деп есептеймін. Мен көрермендерімізге түсінікті болсын, сіздің өзіңіздің ұлтыңызға берген қола кілтті бізге қазір ашып айтып берсеңіз. Жақсы. Әлемдік деңгейдегі лингвистика саласындағы тың бұрын соңды ашылмаған жаңалық. Жаңалық. Құранда айтылған, не нәрсе жараса да жұптылықпен жараттық деп. Сосыз мынау тілге де келеді екен. Тілде дауысты дыбыстар бар, және дауыссыз дыбыстар бар. Сол жұп құрайды екен. Дауыссыз дыбыс пен дауыссыз дыбыс. Байқап отырсам, мысалы, ат деген сөз бір ұғымды береді. Ас деген сөз бір дауысты, бір дауыстан тұрса да бәрібір белгілі ұғымды береді. Он десе де бәрібір дауысы дауыссыз. Үн десе де бәрібір дауысты дауыссыз. Бұндай сөздер 100 қаралы бар екен тіліміздің өзінде, бір тілдің, қазақ тілдің өзінде. Профессор Томановтың кітабында, ол кісі қазақ тілінің тарихы, грамматикасын жазған кісі, ілгеріде силабофонема деген болған. Ол әрі буынның қызметін, әрі дыбыстың қызметін, әрі сөздің қызметін атқарған деп. Оны жазған Моллова деп журналын бәрін көрсетіп қойған. Осы журналды оқуды өзім мақсатты етіп қойдым да, арнайы барып Моллованың сол үлкен мақаласын оқып шықтым. Сонда ол бүкіл Европа ғалымдарының, бүкіл этимологтарының жұмысын қорытып жазған екен. Сонда тіл қайдан шығуы мүмкін дегенде, ол отбасында дыбыс қазіргідей болмаған, диффузды болған. Пәленбай дыбыс бәрі құранды болған, бәрі бірақ дыбысты білдірген деп жазған екен. Мысалы, сол диффузды дыбыстан дауысты дыбыстар да бөлім шыққан, дауыссыз дыбыстар да бөлім шыққан. Буын да содан бөлінген. Яғни сол ілгірі заманда диффузды қалып болған деп. Оны Қордабаевтың еңбектерінен де кездестірдім. Осындай бұрынғы кезде диффузды болған. Енді менің алдымда жағы бір ғана сөздің 5 түрлі дыбысталатыны маған ғажап болып көрінді. Соны шешуін ешкім шеше алмапты. Мысалы, аяқ деген сөзді атақ деп айтады. Адақ деп айтады. Азақ деп айтады. Атзақ деп африкатпен айтады. Аяқ деп айтады. Соңғы аяқ біздің өз тілімізде түсінікті, басқасының бәрі неге бір-ақ сөз беретін ұғымы аяқ бәрі, нога орысша айтқанда. Неге бұл 5 түрлі соған жауап іздеуге кірістім. Сөзсем, жағы арадылып бастаған топ үйден ғана басталады. Сол архетип ескі. Содан үйден басқа жағы аллофондардың бәрі содан шыққан дейді. Үйден дыжы шыққан дейді алдымен. Түркі халықтардың үлкен бөлігі дыжымен сөйлейді, енді бір үлкен бөлігі үймен сөйлейді. Осыған қарап, алдымен үй, содан дыжы шыққан деп. Осыны шеше алмай, өте ұзақ уақыт жүрдім. Сондан қатты шешуі мүмкін емес сияқты да көрініп кетті. Мысалы, осының анасы ба, тура 22 жыл жүрдім осы, ойымнан қалмады. Отырсам да осы ойлайым, тұрсам да осы.
бір күні келе жатсам, көшенің бойында киоскіде кітап сатып отыр екен. Басқақовтың кітабы Алтай тілдерінің сөздігін шығарыпты. Сонда өзім сол кітапты сатып алдым. Оның алдында мынандай оқиға болды. Томановпен екеуміз тіл мәселесі бойынша сөйлесіп отырғанбыз. Бір уақытта Томановқа мен мынандай әңгіме айттым. Қазақта жақын деген сөз бар ғой дедім. Жақын деген сөзді бұрын кезде тақын деп айтқан қазақтар деп сөйдедім. Ана кісі шошып кетті. Бұндайды бұрын соңды естімеген ғой. Жақын дегенді тақын деп айттың. Сен өзі мен кандидатпын, ол менен 10 жас үлкен. Сен кандидатсың, доцентсің. Казгуде сен білдей қызметкер дейді. Сен агульный сөз айтып отырсың. Негіз сөз айтсың. Менен сұрамады. Менің дәлелім бар еді. Ана солтүстікте Талпақтанау дейді. Оңтүстікте Жалпақтанау дейді. Талпақтанау деген Ғабит Мүсіреповтің повесі бар. Сонда шошқан Талпақтанау дейді. Соған қарап мен жақын деген сөзді жының бәрінің орнына математиканы білем ғой. Жас дыбыс, анау ескі дыбыс. Жының орнына тана қойдым да тақын деп айта салдым ғой. Содан ана кісі оны өте ыңғайсыз көріп сөйтті. Сол жаңа сатып алғандағы мақсатым киоскіде тұрған кітапты. Сол жақын деген сөзді алтайлықтар қалай деп айтады екен деп қарадым. Сол жерде тұрып қарасам, близко деген сөзді қараймын ғой. Сөйтіп близко деген сөз тақын деп тұр. Мен айтқандай, түрік тілінің біреуінде кездескесім болды ғой. Сосын үйге келгесін ойлана бастадым. Осы жақын деген сөздің синонимі бар ма екен деп. Синонимі бар. Тақау деген сөз жақын. Тақау дейді. Таяу дейді. Таяу десең де бәрібір жақын екен түсінесің. Синонимдері жетіп тұр. Енді Томановқа барып айтам ғой тіреді. Бір кезде маған жақын деген сөз тақын деп айтылады дегенде бір талай мені сөгіп бастап едіңіз. Мені түрік тілінің біреуінде тақау болғасын болды емес пе? Оның үстінде синонимдері тұр. Тақау деген сөз бар екен. Таяу деген сөз бар екен. Тамен басталып тұр. Жымен басталып тұрған жоқ. Деп едім, сенен бір нәрсе шығады екен деді, қолын сілтеп. Сен іздене бер деді. Міне осы себеп болды ма? Содан сол Басқақов себепші болды тағы да. Алтай тілдерінде болып тұр ғой жаңағы. Бұл өзі түсіндіріп бере алмағанмен Алтай тілдерінде жеті деген сөзді тиеті деп айтады екен. Тыммен айтады екен. Ат еті деп айтады екен. Ат еті. Жоқ дегенде ат жоқ деп айтады екен. Таңдайға татиып қалады. Ат жоқ. Жеті дегенде ат еті. Жақсы дегенде ат яқсы деген сияқты жағы 10 шақты сөз жазып қойыпты. Алтай тілдерінде осындай бар деп. Ти деген қосар дыбыс болып есептеледі. Осыдан бірден түсіне қойдым жағы. Жылқы деген сөздің алдында ат елқа бар екенін түсіне қойдым. Мысалы біз жылқы десек, нелер, оғыздар, сосын өзбектер, ұйғырлар елқы дейді. Елқа. Соны үйдің алдында т деген дыбыс бар екенін бірден біле қойдым. Содан барлық жағы таба алмай жүрген дыбыстардың бәрі Африкаттан шыққанын біле қойды. Ол Африкат барлығы жиналып келгенде жағы дипузды деген атсаша күрделі Африкатынан шыққанын түсінікті болды. Атсаша Африкаты екі бөлінгенде атса, әтсесек, шешек болып екі бөлінеді. Мысалы, тұңғыс манжұр халықтары, моңғол халықтары әтсесек
сесек деп танана алып, біз шетчек деп айтамыз түркі халқы. Сонда айналып келгенде соны әуелі екіге бөлінген, сосын бірте-бірте бөлініп кетіп, қоншақты дыбыс. Сонда Қарасай балқар тілі зыммен бастап айтады. Соны өйткені дыз африкатынан шыққан екен. Біз жымен бастап айтамыз, дыз африкатынан шыққан екен. Ал енді жағы имен бастап айтылған ат и қосар дыбысынан шыққан екен. Ал енді башқұрт тілінде сының орнына хэн айтады. Сүт деп айтудың орнына хөт деп айтады. Сиыр деп айтудың орнына хиыр дейді. Hem деген харман дегенде келетін хе бар ғой, сонымен айтады. Хайыр деп айтады. Сонда жағы атса Африката с хе дыбысына орын берген түсіне қойдым. Атса Африкатының құрамындағы ш деген дыбыс ей дыбысына орын берген түсіне қойдым. Оның бүкіл заңдылығы түгелдей түркологтарға белгілі. Сонымен оп-оңай түсіндірдім. 22 жыл дегенде шешілді. Сөйтіп диссертацияым үлкен бір тақырып болып шықты ба, осы неден. Содан кейін барып жағы неге... Сіздің докторлық диссертацияңыз жалпы лингвистикадағы, оның ішінде этимология саласындағы үлкен жаңалық қой. Түркі тілдері лексикасы дамуының фонологиялық заңдылықтар. Мен бүкіл лексика қалай дамыған түркі тілдерінде соған жауап бердім ғой. Әрбір өзгеріс қалай пайда болған. Тек қана именшідің емес, барлық өзгерістің бәрін түгелдей меңгеруге тырыстым ғой. Соның арқасында мен әр дыбыстың шыққан тегінде білдім. Дыбыстың? Әр дыбыстың шыққан тегінде білдім, арғы тегінде білдім, түпкі тегінде білдім. Сонда бәрі сон дүниесіне 4-ақ дауыссыз дыбыс, 3-ақ дауысты дыбыс бар екенін білдім ғой. Қалған дыбыстардың бәрі сол дыбыстардан пайда болған. 2 дыбыс қана осы кезге дейін буын бір-ақ дыбыстан да тұрады, 2 дыбыстан да тұрады, 3 дыбыстан да тұрады, 4 дыбыстан, тіпті 5 дыбыстан да тұрады. Бір буынды сөздер деген сияқты әңгімелер болып жүрді. Сөйтсе оның бәрі бос сөз екен. Тек қана бір дауыстымен, бір дауыссыздан қана тұрады. Бұл түбіртек деген тілдік бірлік екен. Мысалы, панеманы біз тілдік бірлік дейміз. Сөз жоқ. Одан кейінгі үлкен бөлсек морфема. Оны тілдік бірлік дейміз. Одан үлкен сөзі тілдік бірлік дейміз. Лексиканың объектісі дейміз. Одан үлкені сөз тіркесі. Ол синтаксистің объектісі дейміз. Одан үлкені сөйлем. Ол да синтаксистің құрмалас сөйлем, жай сөйлем деп бөліп жатамыз ғой. Сонда 5 қана осы көзге дейін тілдік бірлік бар екенін белгіледі бүкіл дүниежүзіне. Енді мынау 6-шы тілдік бар екені белгілі болды. Және оны сіз зерттеп таптыңыз? Оны бірінші рет тапқан мен, және оны бірінші рет 1999 жылы Құдай берген Жұбановтың 100 жылдығы аталып өтті. Сонда жағы 2 жинақ шығарды. Құдай берген Жұбанов бар. Соның бір жинағына менің түбіртек теориясы деген мақалам, көлемді мақалам жарияланды. Сонда тезистерін бердім. 99 жылы. 99 жылы, яғни менің бірінші рет түбіртек теориясы туралы жар салғаным сол болады. Содан бастап мен әрмен қарай ауызша айтып жүрдім. Ауызшадан ешкім түсіндіре алмайсың деп ақыл айтқандар болды. Соның мына жазбаша 2011 жылы осы тұңғыш рет түбіртек теориясы туралы монография бердім. Монография бердіңіз. Бұл қазір біздің филология факультеттерімізде оқулық ретінде оқылып жүр. Оқытылып жатыр. Оқылып жатыр. Ал дүние біле ма бұны? Бұны білмейді қазір, ешкім білмейді. Тек біздің Казгуден басқа айтып отырмын ғой. Мысалы, Казпейдің мұғалімдері бере алмайды екен. Мына теорияның өте қиын болған.
біріншіден математик болу керек, екіншіден теолог болу керек, үшіншіден көне түркі жағдай ескеріштердің бәрін білу керек, төртіншіден лингвист болу керек, бесіншіден логика ғылымын жақсы меңгеру керек. Сол жақта археология, тарих барлығы да бұған қатысады. Bir sözde қанша дауыссыз дыбыс болса, сонша сөз болады. Бұның несі бойынша. Дауыссыз дыбыстың санына қарай. Мысалы, шаң деген сөз бұрынғы не бойынша бірақты бір. Одан әрі бөлінбейді. Ал енді бұл теория бойынша шаң екі түбірдікке бөлінеді. Өйткені екі дауыссыз ба? Бірақ дауыссыз ғой тұр, бірақ біреуінікі жоқ. Оны жартыкеш түбірдік дейміз. Анау біреуі А тұр, біреуі тол түбірдік, екінші жартыкеш. Сонда енді біз тауып алуымызға тура келеді. Жартыкеш түбірдікті. Сонда жағы ан деген барлық, ан деген дыбыс, кейінгі дыбыс, бірден ескі дыбысы орнына қоямыз. Ан деген жылан, шаян, толып атқан сөздерге қосылатын ан ғой енді, зат есім жасайтын жұрнақ. Енді ш дегеннің несі жоқ, дауысты дыбыс жоқ. Енді бұны логикалық жауымен шағының өзін не? Біз ден ататтық несін білеміз қой. Мағынасын да білеміз қой. Анау шаңның несінде тұрған сигнификаттық мағына дейді. Яғни пайымдық мағына дейді. Ананың мынау заттың өзін заттық мағына дейміз қой. Енді затты көріп отырмыз қой. Ұшып жүрген нәрсе қой. Алдында о деген дыбысты қойсаң, ұшан болып шыға келеді. Сонда ұшып жүрген тозаңдарды біз шаң дейді екенбіз ғой бұрын. Мысалы, босаға деген сөзді бұрын мен білмейдім, не деген ұғым береді, ол не деген ұғым береді. Мысалы, шаңырағың биік болсын, босағың берік болсын деп жатады. Сонда босаға деген несеген сөз осы түбіртік теориясы салып аяғында ағаш деген сөзді үш дыбысы бірдей келіп тұр. Ш деген дыбыс түсіп қалған ғой деп бос ағаш деп нағылып, этимологиясы шағы келді. Бос ағаш екен, бос ағаш. Бос ағаш болатын жағы неге жоғарғы жағы маңдайшаны тесет, төменгі жағы табалдық тесет, соған кигізіп қояды. Оны бос ағаш бұра, екі бос ағаш жағы көшпенділік кезінде тиіп жүруге босағанында босатып алады, табалдырықта босатып, маңдайшанында бәрінде босатып алып, салады ғой бір жерде. Соған ыңғайлы болырсын, соны босағаш деп атаған екен әуелі. Сонда ш дыбысы түсіп қалғаны белгілі болып тұр. Лингвистика ғылымына қосылған жаңа бір жаңалықты айтып өттік. Енді мені ойландырып тұрған нәрсе мұндағы, сіз айтып жатырсыз, бұл жаңа бағытпен жұмыс істеу үшін ол ғалымның бойында, өн бойында математикалық, сол сияқты логикаға қатысты, теологиялық, одан кейін енді лингвистік қасиеті, қабілеті, білімі өз алдына, және көне түркі жазба ескерткіштерін таза білу керек дедіңіз. Осыны тарқатып айтып берсеңіз, не үшін? Мен түбіртек туралы айтып жатырмыз. Түбіртек тану әлемі деп айтуға болады. Бұл келешекте силабология ғылымы болып қалыптасуға тиіс. Оған толық негіз бар. Иә, толық негіз бар. Жағы айтып отқандарыңыз сол силабология ғылымы болып қалыптасу үшін қажетті нәрселер. Ал енді силабология не екенін түсіну үшін алдымен сол ұғымды түсініп алу керек қой. Жаңа Европа Маллованың бүкіл этимологтардың жазғандарын қорытындылап жағы тұйыққа тіреліп қалғанын айттық. Диппозды дыбысты силабофонема деп айтқан екен. Силабофонема деген одан дауысты және дауыссыз дыбыстар шығады. Сөзді содан шығарып отырып, бұның бәрі тұйыққа тірелгендік. Адамзат баласының тілі Нұх пайғамбардың туғаннан бұрын болған нәрсе. Қалыптасуы да, пайда болуы да бәрі де сол заманға тіреледі.
Нұх заманында жер бетінде мысалға 15 миллиард адам болса, 15 миллиарды да бір-ақ тілде сөйлеген. Топан су болуына байланысты барлық адамдар қырылып кеткен. Бұның Нұх пайғамбарға бар болғаны 80 адам, онда да жарлар, кедейлер ғана соның сөзін тыңдаған. Сонда бар болғалы 87 адам ғана Нұх пайғамбардың кемесіне кірген. Жерге түскеннен кейін әлгі 80 адамның көпшілігі қиындыққа шыдай алмай қайтыс болып кеткен. Соның ішінде бір 5-6-ы қалып қойған дейді. Сол қалып қойғандар түбі кәпір болғандықтан қайтадан тез кәпір болып кеткен деп түсіндіретін бұрын. Мысалы Қытай, Индия, сосын жағы Америкада тұратын халықтар, басқалары сол жағы 80 адамның арасынан шыққан адамдар еді. Ал енді Нұхтың өзінің 3 баласынан тарағандардың бәрі мұсылман болды негізінен. Мұсылмандардың бәрі сол осы Нұхтың балалардың арасынан шықты деп түсіндіреді. Сонда міне енді осы Нұх пайғамбар небәрі келінімен өзін қосқанда 7 адам енді. Оған соншама дамыған тілдің қажеті болған жоқ. Күнделікті жабайы тіршілікке тап келгендіктен ол енді көптеген сөздерді қажет етпеді. Тіл сондай кедейленіп қалды. Міне сол Нұх пайғамбардың кезінде сөйленген тіл қазіргі дүниежүзі адамзат баласының тілінде бәрібір базалық лексика ретінде сақталып қалды. Міне осыны тексеретін ғылым силабология деп аталады. Силабология жағы айтып отырмыз, буын деген сөз. Логия болса да ғылым, яғни буын тану ғылымы деп айтуға болады. Силабология дүниеға келу үшін бұған бүкіл дүниежүзі ғалымдары атсалысу керек. Сонда барып силабология ғылымы дүниеға келеді. Өйткені қанша дегенмен біз түрік тілдерінің жүйесін жақсы білгенмен, түрік тілдерін жақсы білгенмен, өзге Слава, Индия, Европа тобына жататын тілдерді өз дәрежесінде біледі деп айта алмаймыз. Сондықтан өздерінің мамандары зерттеген дұрыс. Бұл түбіртек тілдік бірлігі табылғанның үстіне осыны анықтайтын екі бірдей тәсіл тасыбы, лингвистикалық екі бірдей тәсіл табылып отыр. Біреуі түбіртекке айырып ажырату тәсіл деп аталады. Түбіртектерге сөйлем ішіндегі сөйлем құрамындағы түбіртектерге айырып ажырату тәсілі өте қиын тәсіл. Бұны үйрену өте қиын. Яғни түбіртек жағы толық па, әлде жарты кеш па, ал енді құрып кеткен түбіртектерді, жоғалып кеткен түбіртекті қалай орнына келтіру керек. Бұның бәрі үлкен мәселе. Оны ұзақ уақыт іздену керек. Мысалы, сол тәсілді үйрену үшін кем дегенде 5 жылдай уақыт керек болады. Оның сыртында логикалық, математикалық әдісті білу керек. Яғни осы жағы әр дыбыстың өзің шыққан тегі, арғы тегі, және түпкі тегі болатынын айтып өттік. Сол түпкі текті, арғы текті, шыққан текті бәрін анықтау үшін математикалық формула керек. Сол формулалардың бәрін түгелдей жатқа білу керек. Яғни арифметикада көбейту кестесін қандай жатқа білу талап етілсе, дыбыстардың шығу тегін түгелдей жатқа білу керек. Сонда барып ол адамнан іс шығады. Жағы силабология ғылымы бұрын қандай формада болған сөз.
Бұрын әдепкі кезде әуелде сөз жасалғанда қандай мағына берген. Соны ашып беретін ғылым. Мұндай ғылым осы күзге дейін болған жоқ, бірақ осындай ғылымды армандаған. Мысалы, аспандағы күн, неге күн деп айтамыз? Неге басқа сөзбен айтпаймыз? Неге орыстар неге солнце деп айтады? Неге басқа сөзбен айтпайды? Деген осындай әңгімелер талай оқып жүрген кезімізде болды. Ондай дәрежеге біз жете алған жоқпыз. Ғылым дами келе мүмкін сондай дәрежеге жететін шығар деп айтатын сөздегі нелер. Сол дәрежеге енді ғана келіп жатырмыз. Сөздің бұрынғы формасы қандай болған, бұрынғы мағынасы қандай болған деген дәрежеге келіп жатырмыз. Сіз қазір филологиядан бөлек, силабология деген ғылым пайда болу керек деп отыр. Ғылымды пайда болу, енді дәлелдеп отырсыз ғой. Иә. Ал енді оның мамандары, жаңағы сіз айтқандай, математиканы жақсы білу керек. Одан бөлек лингвист, тілші маман болу керек, тілдің маманы. Сосын логиканы, сосын көне түркі жазба ескерткіштерін жақсы білу керек деген сөзге тоқталайын деп отырмын. Иә. Қазақ филологиясы, оның ішінде көне түркі жазба ескерткішінде біз ол ескерткіштерді Берікбай Сағындықовсыз елестете алмаймыз. Өзіңіз аударған мұхаббатнама, енді әсіресе соңғы кездері өте кешенді түрде зерттеліп, толықтырылып, нағыз ғылыми соңғы кездегі жаңалықтардың үлгілерінің барлығын топтап, әдемелеп толық түрінде ұсынған Ахмет Үйгенекейдің Хибатул Хақайқ еңбегі. Осыдан келіп туады. Сіз жаңа айтып отырсыз ғой, силлабологияға көне түркі жазба ескерткіштерін білу керек. Енді осы жердегі әңгімеңіздің өзінде біз көне түркі жазба ескерткіштерінің біраз сөзін естідік қазір сізге. Жалпы сіз өзіңіз неше тіл білесіз? Мен енді орыс тілі, араб тілі және қазақ тілі ғой басқа. Енді осы үш тілдің өзін біліп отырып, сіз мынандай жаңа ғылымның жаңа саласын ашуға деңгейіңіз жетіп отыр ғой. Құдайдың берген ілімінің арқасында. Менің айтайын дегенім, біз қазір енді қазақ тілінің тарихында түбіртек негізінде толық қазақ филологиясы қосып алып, оны оқытып жатыр. Бірақ басқа мемлекеттер бұдан хабары жоқ. Әзірге. Енді олай болмайды ғой. Сонда сіздің мен силлабология немесе бүкіл дүние жүзі халықтарының тілі бір тіл деген дәлелдемелі ғылыми концепцияның қола кілтін бердім дедіңіз. Ол қола кілт мұраты кілт. Бұл неге қола? Қола болатын себебі бұның ғылым екенін түсінеді. Ешқандай жағы теріске шығаруға келмейтін түсінеді. Математика қандай анық болса, бұл соншалық анық екен, кез келген оқушы мұнаны оқыса түсінеді. Әрмен қарай өзің таланты болса, алып кетуі де мүмкін. Ал таланты болмаса, ол осын тек білген дәрежеде ғана қалып қояды. Енді табиғи сұрақ. Күміс кілтіміз қайда? Күміс кілті ол бүкіл дүниесінің ғалымдары осын түгелдей меңгеру керек. Менің айтып отырған жаңа 5 жылдық әдістерді меңгеру керек. Мысалы, үнді Европа тілін түбіртекке ажырату өзінің заңдылықтары болады. Жүйелі. Ал Хамит Семит тілдерінің өзінің заңдылықтары болады. Сондықтан түбіртекке ажырату өзінің мамандары ғана біледі. Тілдік топтарды айтып отырсыз ғой қазір. Мысалы, бар болғаны 6 топқа бөлінеді. 6 топ бір-біріне жақын екені дәлелдеп болды. Ал енді осы 6 топ бір тілден шықты деуге ешкімнің батылы бармайды. 6 үлкен кәдімгі бұтақ үлкен ағаш десек енді соның 6-ы бір-ақ тілден шықты деуге ешкім академик мар айтып еді бірде, бірақ оның тәсілі ойдан шығарған болғандықтан іске аспай қалды, академик мардың.
Ал енді сіз оның насрат теориясы оларда талаптанып еді, оларда әдісін білген жоқ. Мен осының екі бірдей әдісін түгелдей ашып отырмын ғой. Ол екі бірдей әдісті ешкім әлі ашқан жоқ. Бірінші математикалық логикалық әдіс деп аталады. Екіншісі түбіртектерді айырып ажыратып талдау әдісі деп аталады. Жаңа айырып ажыратып талдап көрсетіп ме бір сөзді. Сол ажыратып талдау әдісі. Солы үйрену үшін, түркі тілінің өзін үйреніп шығу үшін 5 жылдай уақыт керек екен. Маған өзінен өзі ілім қонды деген айтқанда, мен мына қиналмаймын түбірекке жағы бөліп бастауға. Өзінен өзі автоматты маған келіп тұр. Бөліп бастау ешқандай қиындыққа келмейді. Енді сіз үшін түбі анық емес сөз жоқ қой. Иә. Сондай бір үлкен ғалымымыз болып тұрсыз ғой біздің. Ал енді сондай жоқ. Түркі тілдердің кез келген сөзін, мысалы құлақ деген сөз алса, несі ақ. Соңғысы. Ол деп тұр ғой ортасы, ол. Сол қ бөлек қалады, жалғыз. Қ бөлек. Оның несі жоқ. Дауысы дыбыс жоқ. Сонда орыстың сөзінде оқо дейді ғой. Қысы тұр ғой енді біздің. Сонда жағы оқо деген екеуі түбірлес болып, оғудан барып, мынау оғып алатын адамның мүшесі деген шығады. Оғу мүшесі деген шығады. Көрдің ба, оғу мүшесі. Көрдің ба, бір дыбыстың өзі жібермей тұр, орыстың. Сонда мінекей, қазір сызып, өлшеп, пішіп, формуласын тауып, қола кілтін беріп, қазір барлық бір үлкен концепцияны дайындап отырсыз. Енді күміс кілт халыққа ұсынылу үшін жаңағы біз айтқан 6 тілдік топтың мамандары жиналып, өз тілдерінде сіз тапқан формулаға салса, күміс кілт табылды. Өкі табылады. Бүкіл тілдің несі, сондай мен түркі тілінің қазір бұрынғы мағынасы, мен қазіргі мағынасын, бұрынғы формасын бәрін ашып отырмын ғой. Енді олар да сөйтіп табалатын болады. Сол кезде күміс кілт болады. Жарайды, мен енді әңгіме енді бұл жерге дейін келсе, демек ол күміс кілт табылады деген сөз. Табылады, қолдан келеді деген сөз. Енді сұрақ, алтын кілт қайда? Алтын кілтті Нұх пайғамбардың тілін қалпына келтірсе, алтын кілт болып шығады. Нұх пайғамбардың тілі? Тілін соны қалпына келтірсек, яғни Нұх пайғамбардан бұрын қалай сөйлеген, флективті сөйлеген, флективті қопармалы тіл деген. Мысалы, жағы адеп айтсақ, оны 7 түрлі мәнерді айтатын болған. Музыкалы болған. Музыкалы болған. Тана айтатын болсақ, жағаты ол 7 түрлі. Бәрін қоссақ, сонда 49 мәнер шығады ғой бір та дегеннің өзі. Бір таның өзінің 49 мәнерді айтқан. Форма аз, айтатын мәнері көп. Яғни мынау біз музыкада 7 түрлі не бар? 7 нота. До, ре, ми, фа, сол дейміз ғой. Соның бәрі дыбыста болған. Сонда Нұх пайғамбарға... Бөлініп шыққан. Сол музыка Құдай берген Жұбанов бірінші өзінің мақаласында айтқан 63 жылы ма, 64 бай мен ұмытып қалдым. Музыка тілден бөлініп шыққан деген. Сонда мен қайыл қалдым. Ол кезде мен тілмен зеттеймін деген нем жоқ. Просто тілден қалай бөлініп шығады музыка деп таң қалғанмын өз басым. Сонда енді айналып келіп ғалым ретінде... Енді соның несін айтқан тура екен, бір дыбыста мынау 7 түрлі мәнермен айтқан кезде өзінен өзі музыкалы болатын біліп отырмын. Қытай музыкалы тілі. Музыкалы бұны 5 түрлі өңді айта алады екен. 5 түрлі, қазір кез келген Қытайыңыз, сол 5 түрлі, кем дегенде 4 түрлі өңді айтады. Ең дым білмейтіндерінің өзі, айтпаса 5 түрлі. Кейбіреу жақсы білетіндері 6 түрлі өңді, бірақ 7-ші жоғалып кеткен. Сонда Нұх пайғамбарымызға дейінгі тіл, музыкалды тіл. Музыкалды тіл. 7 дыбыста шығалатын әр дыбысы. Әр дыбысымыз 7 түрлі мәнерді айтылады. Мәнерді. Ал енді бүгінгі силлабологияның күші бізге алтын кілт арқылы бүгінгі дүние жүзі халқының тілін
бір тіл қылуға күші жетеді. Нағылса күші жетеді. Ал қазір күміс тіл табылғанның өзінде 30-40% ағылшын тілінің осы неге орын береді. Өйткені, мысалы, күн деген сөздің өзі әртүрлі айтады ғой. Мысалы, сонысы деп айтады. Біз күн деп айтамыз. Ал арабтар шәмсүгін дейді. Ағылшындар саған дей ме, сондай әркім әртүрлі айтады. Енді соңғы бәрі айналып келгенде ца деген бірақ түбіртектен тұрады десе бәрі айталады ғой. Сосын бұлай күн деген сөзді де сыпырып бастап, бәрінде бір са деп айтсаңдар, бәріміздің де тіліміз келеді ғой. Өйткені біз бір солай айтқанбыз. Біз мысалы қашан деген сөзді шан деп айтқанбыз күнді. Сонда қашан деген жағы абстракцияланып уақытты білдіреді бәрібір. Қай күн деген сөз. Қай күн деген сөз, қашан деген сөз. Сонда қай күн деген сөзіміз енді бірді есімдікке айналып, қашан сұрау есімдігіне айналып кетіп отыр. Күн деген сөз мүлдем жағы неден шығып қалған. Уақыт мезгілін білдіретін сөзге айналып кетіп отыр. Берікбай аға, сіз енді бір талай әңгіме айттыңыз қазір. Біз енді ол дүние жүзі халықтарының тілінің түбі бір деген тіліміз ата тіл болып тұр ғой. Ана тіл әрқайсымыздың өз тіліміз. Осы біз дүние қазақтан шықты, орыстан шықты, ағылшыннан шықты деп айтуға болды. Түбі бір-ақ тілден шыққан ата тіл өзі. Ол баба тіл дейміз ба? Ата тілден баба тіл дейміз ба? Айту Нұх пайғамбардың ар жағына пайда болған тіл. Сонда қазір жалпы әлемдік лингвистикада ата тіл табылып тұр. Ата тіл дейміз, баба тіл дейміз, түбі бір тіл. Ол тілді тапқан ғалым, қазақтан шыққан ғалым Берікбай Сағындықов профессор ағамыз. Солай болып тұр ғой. Әлем тілдердің түбі бір деген мақала жаздым. Оны оқыдық. Енді тағы да бір жақсы бір сұрақтың негізі туып тұр осы жерде. Силлабология деген жаңа ғылымды біз қалай ғылыми айналымға ендіреміз, күміс кілтпенен алтын кілт табылған кезде? Солай ма? Жоқ, алдымен жағы бүкіл дүниеде құлықтану керек қой. Міне содан кейін барып ғылым болады. Сонда силлабология ғылымы пайда болады. Қазіргі менікі түбіртектану ілімі. Архисилап. Ал енді силлабофонема дегенде мен амалсыздан ешкім түсінбейтін болғасын алғамын кезінде. Силлабофонема деген қате термин. Оны ешкім айтпау керек. Архисилап пенен силлабофонеменің арасы жер мен көктей. Адасып кетеді дейсіз ғой жол жөнекей. Силлабофонема десе тек қатырылып қалады. Архисилап десе мұна екі дыбыстың, дауысты мен дауысты дыбыстың бірігуі. Екі бірігетті, лексикалық мағына береді, грамматикалық мағына береді. Бір сөзді үш дауыссыз болса, үш сөз бар. Төрт дауыссыз дыбыс болса, төрт. Бесеу болса, бес сөз деген сөз. Яғни бір сөйлем үлкен тұтас, алға қотан деген қанша лаулап жанған оттың төңірегінде жиналып отырып әңгімелесу, дөңгеленіп отырып әңгімелесу деген мағына шығып тұр. Қаншама тарихтан хабар беріп тұрып, қаншама бұрынғы қалпына келіп тұр. Бұны өте ғажап, просто өзімді талай ғажапқа қалдым ғой. Мысалы, арабтың тілі менен қазақтың тілі бірі деп еш уақытта ойлаған емес. Сөйтсем, бұрында айтып жүрмін, үнемі айтам, асфарев деген сөз, сары деген сөз. Сонда арабтың өзінің әлеметтерін шығарып бастаған кезде, сары деген, сары деп айтамыз, о сары деп, түбірі сары қой, сары деген сары. Сонда асфарев дегенде ағын шығарып баса алдынан қосылады. Ортасынан қосылады. Ф дегенде біз шығарып баса, соңынан қосылады. О дыбысын шығарып басасақ, жағы сары деген сөз шыға келеді. Қазақта сары дала.
мысалы сары деген сөзді қолданған. Сонда араб қайда, біз қайда? Жүйесі бөлек тілдер болып. Тіпті ешқандай мағынасы да өзгермеген. Сары, көк, жасыл ескі сөздер тобына жатады ғой енді. Мысалы үрғыздары дейді. Үр деген бұрын ақ деген мағына берген. Ескі сөздердің бәрі ақ деген сөз үр деп айтады. Енді қалай болған жағдайда да, мен өзімде филологияны оқығаннан кейін сіздің мынау жазып көрсетіп атқандарыңызға, айтқан әңгімелеріңізге тіптен сүңгіп кеттім десем де болады. Не де болса Берікбай аға, менің білген түсінігім және біздің бүгінгі сұхбатымыздың қорытындысы, дүние жүзі халықтарының тілі біреу. Бір болған, бір кезде. Бір болған. 50 мың жыл деп мен есептеп отырмын. Осыны сұрайын деп тұр едім. Сонда біздің мынау қазіргі сөйлеп жүрген тіліміздің тарихын сіз 50 мың жылға дейін ары қарай апарып тұрсыз ғой? Апарып тұрмын. Және ол математикаға, ол жыл кеңістік деген жүрмейді. Математика қазір тілдің өзінде нақты факты болды ма? Болды. Соның дәрежесін мына ескерткіштің басқаның бер жағында тек көмекші құрал бұлардың бәрі. 2000 жылдың ғана ескерткіші бар ғой бізге әлі кеткенде. Одан басқа ескерткіш жоқ қой. Мына осы ағылшын тілі, қазақ тілі, орыс тілі, араб тілі жетіп жатыр. Өзіміздің өмір сүріптің тілдің өзі жетіп жатыр. Осы фактың негізінде осы 50 мың жылдың несін ашып беруге болады. Бұл тілдің барлығын жаңағыдай сіздің методикаңызбен, сіздің шығарып берген формулаңызға түсіріп, зерттеп, халыққа, жалпы ғылымға, лингвистикаға алтын кілтті беру үшін не істеу керек ғалымдар? Сізге мысалы сол... Алдымен құлақтану керек. Алдымен осыған негізі бар екен түсініп алу керек әуелі. Осыған ақылдасану керек, көңіл бөлу керек. Айтпаса шынымен осыған шығатынына сенгеннен кейін барып ғылым жүре бастайды. Әсіресе жастар жағы сену керек. Сұрақтың төтесі, алтын кілтке дейін қанша жылдық зерттеу бар? Егер шын нағылатын болса 15-20 жыл. Егер кәдімгі жалқаулыққа салынып қол сілтейтін болса, онда 100 жылға кетеді. 100 жылға? Кетеді, иә. Ал одан да жылдамдатуға? Жаңа айтып отырмын ғой, халық осы бірден ынта қойып нақылса, бұл 15-20 жылда шешілетін нәрсе. Және миллиардтаған доллар пайда келтіретін ескеру керек. Бұл кәдімгі ағылшын тіліне, әр тілге үйрету үшін қаншама не керек. Мына өзіміздің табиғи тілді үйрену деген қиын емес қой. Мынау бұрын өз тіліңде мінеке осындай болып айтылған. Бәрінен де түбір табылып тұр ғой, барлық тілде. Мінеке орыстан да табылып тұр. Ағылшында мысалы күн деген сөз біз ша деп айтатын болсақ, орысты сол се дейді. Се деп тұр, сол са болып нағылады. Ағылшында са болып тұр. Ненің өзінде шам дейді. Шам суын дейді. Түбірі ша бәрі бір күн деген мағына береді. Түбірі ша ойын беретін бәрінде де. Қай тілді санскритті алсаң да шамаш дейді. Шамаш құдайлар бар, күн құдай дейді. Шамаш құдайды, күн құдай дейді. Сол қайдан шығып отыр? Күннің ша деген сөзі шығып отыр. Қай тілді алсаң о тілді, соның жағы ша болып шыға келеді. Айнылықтен десе, ол айдың өзгеріп кете беретініне байланысты әркім өзі қойып алған екен. Мысалы, арабтар қамар дейді. Қамар сұлу деген бар. Айдың кемейтініне байланысты қойған екен. Ал енді толуын ай дегеннен шыққан орыстағы. То деген түсіп қалған.
ай дегендегі ие түсіп қалған, сонда толуын луна деген сөз шығады. Луна деген сөз. Луна сөз. Толуына, біз жарғай деп айтады екенбіз. Абайда бар ғой, желсіз түнде жарғай, сәулесі суда дірілді. Біз жарық деген сөзді көп айтамыз. Жарықтық деп айтамыз, әулие болса, ой, жарықтық деп айтып отырамыз, мысалы. Сонда не арқылы шешілген, сын есім арқылы сөйтіп, айға түрлі ат қойылып кеткен. Берікбай аға, бүгінгі әңгімеңізге өте сондай бір кәдімгідей рухани деңгейде бір сатыға болса да көтеріліп, өзіміз рахаттанып тыңдап отырмыз. Біздің ақ студияның көрермендері де біршама ақпарат алды деп ойлаймын өзім. Қалай болған жағдайда да, құрметті қауым, біздер дүние жүзінің тілінің түбінің бір екенін тапқан ғалым ортамызда, және ол кісінің бізге ол ғылым саласының қола кілтін беріп, күміс кілтінің формуласын жасап, алтын кілтке қол жеткізуге шанс беріп тұрғаныңызды түсіндік қазіргі бүгінгі сұхбатымыздан. Сізбен сұхбат бұнымен бітеді деп ойламаймын. Өйткені жаңа сөздің арасында айтып кеттім, көне түркі жазба ескерткіштерінің ішіндегі сіз аударған мұхаббатнаме өз алдына, Гүлстан Бустанға да қосқан біраз үлестеріңіз бар. Енді Хибатул Хақайықтың толық нұсқасын бүкіл дүние жүзінен жинап толық нұсқасын ұсыну деген бұл өте үлкен терең еңбек деп өзім түсінемін. Оның мәндік мағыналық тұсын былай қойғанда лингвистикалық дәрежесінде көрсетіп отырсыз мінекей, қағазға жазып тұрып. Мен Хибатул Хақайық ескерткішінің авторлық вариантын анықтадым. Ахмет Юникидің өзінің төл сөзін анықтап бердім. Сонда екі түрлі тәсіл, статистикалық тәсіл қолдандым. Сон текстологиялық тағыс. Лингвотекстологиялық, лингвостатистикалық тәсіл қолдану арқылы. Сөйтсе бұл ұйғыр қарлық тілінде жазылған деп есептелетін деген. Ұйғыр халық тілінде емес, Оғыз қыпшақ тілінде жазылған екен. Оны 95% Оғыз қыпшақ сөз. Оғыз қыпшақ сөздері ішіндегі. Сөздері болды. Қарлық тек сол кездегі дәстүр бойынша сол моды болған, сол әдеби тіл болған, сондықтан соның грамматикасын ғана алған екен. Бұрынғы нелер грамматика, лексикаға мән бермеген. Тек грамматика бойынша ғана анықтаған. Морфология, синтаксис, фонетика, осы үш сала бойынша анықтаған. Лексикаға вообще көңіл бөлмеген бұрынғы ғалымдар. Мен керісінше лексикаға көңіл бөліп, қазаққа өзбектің бүкіл киімін кигізіп қойып. Содан кейін мынаны қазақты өзбек десең өзбек бола ма? Киіміне қарап. Өзбектің бүкіл тақиясын кигізіп, шапанын кигізіп, қазақты мына өзбек десең сол сияқты ұйғырдың несін грамматикасын жамап қойған екен. Сөйтіп таза оғызбен Оғыз қыпшақ тілі. Оның ішінде біздің төл сөздеріміз, қыпшақтың сөздері қаптап жүр. Ішінде қаптап толып тұр, иә? Иә, қаптап. Берікбай аға, келіп сұхбат бергеніңізге ризамыз. Өте үлкен бүкіл көрерменнің атынан, өзімнің атынан алғысымды білдіремін. Хибатул Хақайық, сосын ғаламның ғажайып сырлары туралы, жаңағы силлабология жаңа ғылымы туралы біздің әңгімеміз әлі бұл студияда жалғасады деп ойлаймын өзім. Өйткені оған біздің көрермендерімізде ат салсады. Ақ студиясының құрметті қонағы Берікбайға Сағындықұлына ол кісінің бүгінгі айтқан әңгімесіне қояр сұрақтарыңыз, немесе білгілеріңіз келетін басқа да талапты өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса қоя жатарсыздар. Ал біздер бүгінге сұхбатымызды аяқтап, келесі кездескенше дейміз. Adam's Question.